Олжекең көріп қалдық, Жұмбақ қыздың премьерасы. Жебесін бола ма? Ас болсын. Олжекең жаңа киноның дайындық үстінде, уақыт жоқ. Құдай қаласа 1 қазаннан бастап. Сіздің продюсерлігіңізбен ғой, иә? Дариға ғой, асылым. Сіз басты рөлде ойнайсыз. Мен басты рөлде ойнаймын, сол ойнайтындардың қалай ойнайтындарын атсалсам, в общем, творчествоға қатысып, жұмыстың бәрі менікі. Ыстық ұя деп аталатын фильм. Мен сұрап жатырмын, қазір комедия ма десем, Олжекең драма деп мені таңғалдырып тұр. Ерекше сіздерді бұрын соңды көрмеген образда көретін сияқтымыз ғой, өйткені мен сіздің драмада ойнағаныңызды көрмегенмін. Солай ма? Вообще негізі мен өмірде просто бәрі комедияда көріп, комедияны ойледім, негізі өзім трагикпін. Драманы жақсы ойнаймын комедияда деп ойлаймын өзім. Енді осы 1 қазанда шығатын киномызға бір ерекше болады деп ойлаймын, басқа киномыздан басқаша болады деп ойлаймын. Қазір ғана музыкасын жасап келе жатырмыз. Өзім 5 рет көріп 5 рет жыладым. Мәссаған. Күшті кино болады. Енді Олжекең айтып қызықтырып қойды бізді. Драма 5 рет көрдім, 5 рет жыладым дейді. Спойлер айта алмайсыз қандай, Айтамын. Сіз Дариға Бадықова тағы да біз танитын, білетін актерлардан кім түсті? Бұл жерде енді жаңадан актерлар алдық. Дариғаның өзін көріп боласыз, Лаура деген Жүргеновтегі бірге оқыған қызы. Одан кейін жаңағы Қуандық брат киноларды көрген шығарсыздар, Қуандық деген ағамызды алдық. Одан кейін Ғабит Мүсірепов жастар театрында істейтін Қазыбек деген жігіт алдық. Осымен жаңа персонаждар, жаңа рөлдер, жанұядағы шиеленіс өте сондай накальный. Әрбір семьяда болып жатқан жағдай, бастары актуалды тема деп айта аламын. Жақсы бір дүние, өте әсерлі болады деп ойлаймын. Күтеміз 1 қазаннан бастап, кинотеатрларда. Ыстық ұя көріңіздер. Балықтарыңызды күтеміз, келіңіздер міндетті түрде. 1-нен бастап ұмытпаңыздар, бұны көру керек просто.